Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер? Бүгін мен сіздермен жасыл түсті чөберекті жасау жолымен бөлісемін. Ол үшін көкпияз және укропты тазалап жуып алып, арнайы ыстыққа төзімді ыдысымызға салып, үстінен ыстық қайнаған суды құямыз. Осы жасылдарды өзін турап тамақтың бетіне салсаңыз, балалар тіпті кейбір ересектердің өзі жегісі келмей бір шетке жинап қойып қояды. Ал егер де дәл осы жолмен жасап көрсеңіз, дым қалдырмай барлығы жеп қоятын болады. Өз қалауыңызға қарай көкпиязбенен укроптың орнына басқасын қолдансаңыз болады. Петрушка немесе гинза деген сияқты. Ыстық судан алып ұсақтайтын ыдысыма салып жатырмын. Дәл осылай рукколаны да тазалап жуып қолданып жатырмын. Ыстыққа төзімді ыдысымызға жуып тазалап салып, үстінен ыстық суды құйып, 2-3 минут қалдырып, ыстық қайнаған суда сіз қолданып жатқан жасыл жапырақтарыңыздың егер балғын болса 1 минут қана, жұлынғанына көп болып кішкене кебіңкіреп кеткен болса, онда 4-5 минуттай қалдырғанымыз дұрыс болады. Қолданып жатқан затыңызға байланысты ыстық суда ұстайсыз. Рукколаны да ыстық судан сүзіп алдым. Барлығын бірден осы ұсақтайтын ыдысымызға салып жібереміз. 1 ас қасықты толтырмай тұз және де 1 дана жұмыртқа. Үстінен, жұмыртқаның үстінен емес, тұздың үстінен қайнап ыстығы басылған су құйып жібереміз. Шамада 300 грамдай су. Қақпағын жауып, айналдырып жібереміз. Ұсақтап, ыдысымыздың қақпағын ашып, кез келген өзіңізге ұнайтын ұнды қолдана бересіз. Шамамен 1 кеседей. Құйған суыңыздан аз болу керек ұнның көлемі. Мен шамада 100 грамдай ұн салдым. Бірінші сорт, высший сорт, кез келген өзіңізге ұнайтын ұнды қоса бересіз. Жасылдарымызды ұсақтайтын ыдысымызға міндетті түрде ұн қосылу керек. Дәл осындай ұсақтайтын, етті ұсақтайтын ыдысымызда жасылдар жақсы ұсақталады, жылдам дайын болады. Бар жоғы 1 минутта осындай сұйықтықтағы қамыр дайын болды. Дайын болған қамырымның тең жартысын алып қолданамын. Шамамен 1 ас қасықтай қант салып жатырмын. Мен қалған бөлігін алып мұздатқышта сақтаймын. Жаз мезгілінде осындай жасыл түсті қамырларды көбірек дайындап, қажетті кезіңізде алып қолдана берсеңіз, тіптен жақсы қамыр болып шығады ол. Мына жерде мен ұннан шамамен 500 грамдай қосып жатырмын. Қамырды жақсылап илеп, бетінен ыдысымызды төңкеріп, тындырып қоямыз. Ішіне салатын етімізді дайындаймыз. Мен үйректің етін алдым. Бетіндегі майларын міндетті түрде чөбереке пісіруіміз үшін ең ыңғайлы ет утканың, үйректің еті деп ойлаймын. Бетіндегі майларын ұсақтап, бөліктерге бөліп салып жібереміз. 1 дана пиязды бөліктерге бөліп, дәміне қарай тұз бұрышын салып, араластырып аламыз. Ұсақтап, кондитер мешогына салып, қамыр жайып жатқанда қолымыз білмес үшін ыңғайлап салып дайындап аламыз алдын ала. Енді қамырымызды жақсылап илеп, созып илеп, әбден июін қандырып, жалпы қатты болған чөберекенің қамыры жақсы болып пісіп шығады. Әбден созып, июін қандырып, бөліктерге бөліп, дөңгелетіп, бірінің үстіне бірін қоя берсек, тіптен жақсы бір-біріне жабыспайды. Дөңгелетіп, жаюға ыңғайлап, осылай дөңгеленген қамырларымызды бірінің үстіне бірін үйіп, ыдысымызды үстіне қайта төңкеріп қойып, қамырларымызды біртіндеп алып, жақсылап жазып,
алдын ала дайындап қойған фаршымыздан салып қолдың көмегімен де жазып жібереміз. Жан-жағын жақсылап жазып, оқтаулап, шетін жақсылап кесіп, барлығын алдын ала дайындап қоямыз. Бірде майымызды қыздырып, міне дайын болған шүберектерімізді енді қызып тұрған майда жақсылап пісіріп аламыз. Майды өте алаулап тұрған отта емес, баяу да емес, орташа отта осылай пісіреміз. Шүберекті салғаннан кейін 1-2 секундтан кейін ар жағына, бер жағына аударып тұрып пісіріп аламыз. Таяқшалардың көмегімен ар жағын бер жаққа аударып, қасында тапжылмай тұрып пісіріп аламыз. Кішкене қант қосылды, сол себептен күйіп кетпес үшін жылдам аударып тұру керек болады. Дрожжсыз тауықтың етінен немесе уткамен үйіңізде жасап көріңіз. Сізде қалай шықты, ой пікіріңізбен бөлісіңіз. Бейнеге көңіл бөліп қарағаныңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп алыңыз.